Сәлем достар, бүгін мен сіздерге дәмі тіл үйіретін, дастарханымыздың сәнін келтіретін пахлава рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін біздер ұнымызға сары майымызды салып, бір келкі етіп үгітіп алатын боламыз. Үгітілген ұнымыз бен сары майымызға қаймағымызды саламыз. Жұмыртқаның ағын бөліп алып, сарысын саламыз. Содан соң біраз ахеттерімізді салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дәл осылай сары әдемі болып шығады, бетін жауып демалуға қоямыз. Қамырымыз демалғанша біздер начинкасын дайындайтын боламыз. 4 жұмыртқаның ағына бір кесе қантымызды салып, аппақ масса болғанша миксерлейтін боламыз. Дәл осылай аппақ масса шығу керек. Мен жаңғақтың ірілерін бетіне сәндеуге алып қалдым. Қалғанын дәл осылай салфанға салып, оқтаудың көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Дәл осылай үгітсеңіздер болады. Қатты үгітіп қажет емес. Жеген кезде пахлаваның ішінде білініп тұру қажет. Демалған қамырымызды дәл осылай теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Дәл осылай 4 зуала етіп, кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Мен пахлаваның ортасы піспей қалмау үшін 2 қамырымызды 220 градуста духовкада қызарғанша пісіріп алдым. Дәл осылай қамырымызды жайып, пергамент қағазына орналастырып, аппақ массамызды құйып, бір келкі етіп жағып шығамыз. Және де бір келкі етіп жаңғағымызды сеуіп шығатын боламыз. Дәл осылай пахлавамызды құрастыратын боламыз. Міне осылай екеуін, ортасындағы екеуін осылай қызарғанша пісіріп алдық. Дәл осылай аппақ массамызды құйып, жаңғағымызды сеуіп, пахлавамызды құрастыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тез дайын болатын тәттілермен бөлісетін боламын. Соңғы қамырымызды жайып, пахлаваның бетіне әдемілеп орналастырып аламыз. Дәл осылай жаңағы бір жұмыртқамыздың сарысын бетіне салып, бір келкі етіп, барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Пышақтың көмегімен ромбик тәріздес етіп, сызып шықсаңыздар болады. Қатты кесіп қажет емес. Қатты кессеңіздер арасы ашық-ашық болып, піскен кезде арасы ашылып кетуі мүмкін. Сол себепті жай ғана сызып шықсаңыздар болады. Жаңғағымызды дәл осылай әр ромбиктің ішіне бір-біреуден орналастырып, әсемдеп шығамыз. Дайын болған пахлавамызды қызып тұрған пеште 220 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Ал достар, пахлавамыз дайын, ас болсын.